Кеш бата қара суыққа оранып, қала шамдары бірінен соң бірі жанған сәтте Арайлым үйіне асығыс оралды. Көңілі алай-дүлей. Есікті ақырын ашып кіргенде үй ішін таныс үнсіздік қарсы алды. Бұл үнсіздік шаршаған тағдырдың, көнген жүректің тынысы еді. Ас үйге өте сала, алжапқышына іліп, қолын жумай жатып ақ асын дайындауға кірісті. Пештің үстіндегі шәйнек баяу ғана ызыңдап қайнап тұр. Қарапайым тірліктің дыбысы ғана. Бірақ сол дыбыстың өзінде Арайлымның ішкі мұңы бар сезілді. Үйде жасы келген анасы мен 5 жасар ұлы Айбар бар. Айбар Арайлымның бар ғұмыры, бар үміті. Ол туғаннан сал ауруына ұшыраған. 5 жасқа келсе де басқа балалардай жүгіріп, асыр салып ойнай алмайды. Терезе түбінде отырып, сырттағы балалардың күлкісіне үнсіз қарайды. Кейде сол күлкіге қосылғысы келгендей көздері мөлдіреп кетеді. Арайлым ұлына әр қараған сайын жүрегі шым ете түседі. Неге дәл менің балам деген сұрақты сан мәрте ішінен қойды. Бірақ ол сұраққа жауап іздеуден әлдеқашан шаршаған. Қалада пәтер ақы төлеу оңай емес. Ай сайынғы жалдау ақысы, дәрі-дәрмек, тамақ, бәрі бір ананың иығына ауыр жүк болып артылған. Сол себепті Арайлым күндіз түні тынбай еңбек етеді. Ұлын анасына аманаттап, асханада ыдыс жуады. Қолдары жарылып, саусақтары сыздап тұрса да, ешкімге білдірмейді. Ыдыс жуатын жердегі ыстық су мен сабының иісі оған өмірдің ащы шындығын еске салатындай. Кейде көз жасын ыстық суға қосып жібереді. Кім көріп жатыр дейсің? Ол жақта әркім өз мұңымен әлек. Үйге келгенде де шаршаған айтуға хақы жоқтай сезінеді. Анасы қарт, баласы ауру, ал өзі тірек. Әлсіз болуға болмайды. Ас дайын болып дастархан жайылды. Арайлым Айбарды қолымен тамақтандырып отырып, оның әр жұтымын жүрегімен сезеді. Шыда балам, бәр жақсы болады деп сыбырлады ол. Бұл сөзді Айбардан бұрын өзі естігісі келгендей. Түн қоюлана түсті. Терезеден қала шамдары шымыңдайды. Ал Арайлымның жүрегінде бір ғана тілек бар. Баламның бір күлімсіреген сәтін көру. Сол үміт оны ертеңгі күнге жетелеп тұрған жалғыз күш еді. Арайлым студент кезінен ақ сабырлы, үмітшіл болатын. Университеттің соңғы курсында оқып жүргенде тағдыры тосыннан өзгерді. Ол дәулетті, аты жөні елге белгілі отбасына келін болып түсті. Үлкен үй, жарық бөлмелер, сәнді жиһаздар, бәрі ертегідей көрінетін. Алғашқы күндері өз өміріне өзі де сенбей жүрген. Қайын жұрты да бастапқыда жылы қабылдады. Оқыған қыз екен, тәрбиесі де бар деген сөздерді естіген сайын Арайлымның жүрегі барқая түсетін. Кеуде жұмсақ мінезді, уәдеге берік көрінген. Бәрі жақсы болады деп сенді ол. Бірақ бақыт кейде тым нәзік екен. Арада бір жыл өткенде Арайлымның аяғы ауыр екені белгілі болды. Бұл жаңалықты ол үлкен қуанышпен қабылдады. Іштегі сәбиіне арнап, армандар құрып, болашағын елестете бастады. Ана болу бақытына жететін сәті тағатсыздана күтті. Алайда дәрігерлердің суық үні сол армандарды бір-ақ сәтте күл талқан етті. Балада ауыр диагноз бар. Бұл сөздер Арайлымның құлағында қайта-қайта жаңғырып тұрды. Есін жиғанша айналадағының бәрі тұманданып кеткендей болды. Қолындағы қағаздар дірілдеп, жүрегі кеудесіне сыймай соқты. Осы сәттен бастап бәрі өзгерді. Қайын жұртының жүзіндегі жылылық суып, сөздері салмақты бола бастады. Кеше ғана келінім деп еркелеткендер енді бөтен адамдай қарады. Үміт емес, есеп алға шықты. Баланы алдыру керек, деді олар, еш мүдірместен. Бұл әулетке ауру бала керек емес. Күйеуі де үнсіз қалды. Сол үнсіздік Арайлымға мың сөзден ауыр тиді. Бір кезде қолынан ұстап, болашақ туралы сөйлеген адам енді көзін төмен салып, жауапкершіліктен қашты. Ақыры ол да қайын жұртының сөзін қосты. Жас келіншек жалғыз қалды. Үлкен үйде отырып, өзін тым кішкентай, тым әлсіз сезінді. Бірақ бір ғана нәрсе оны құлатпады. Іштегі бала. Дәрігерлер, туыстар, күйеуі,
Бәрі бір ауыздан бас тартқанда да Арайлымның аналық жүрегі қарсы тұрды. Бұл менің балам. Оның тіршілік етуге хақы бар, деп өз-өзіне қайта қайталады. Баланы алдырып тастауға оның дәті бармады. Қорқыныштан емес, мейірімнен. Ол сәбиін жүрегінің астында сезді. Әр соққан жүрек лүпілі оған күш берді. Сол түні Арайлым алғаш рет жылап отырып Аллаға жалбарынды. Байлық та, сән салтанат та керек емес екен сол сәтте ұқты. Оған тек баласы қымбат еді. Арайлым үшін артқа шегінер жол қалған жоқ еді. Тағдыр оны аямады, ал ол тағдырмен саудаласпады. Бар үмітін бірақ нәрсеге байлады, баласының өміріне. Ауылдағы ескі болса да берекелі үйлерін сатты. Сол үйде балалық шағы өткен, күлкісі қалған, әке-шешесінің ізі бар еді. Әр бұрышына бір естелік байланып қалған. Сол шаңырақпен қоштасу Арайлымға оңай соқпады. Бірақ жүрегін жұлып жібергендей болса да бір сәтте өленбады. Үйдің әр тиыны баласының ең домына жұмсалды. Ақшаны санап отырып, жетпей қалса қайтем деген қорқыныш жиі мазалайтын. Бірақ ол қорқынышты өзінен алып тастап, үмітке жүгінді. Бір Алла жар болсын, деп сыбырлады әр жолы. Сөйтіп Зейнет жасындағы анасын ертіп, қалаға көшіп келді. Қаланың қым-қуыт тіршілігі, бітпейтін дабыр-дұбыры Арайлымға бөтен еді. Бірақ ол бұл жерге жай өмір сүру үшін емес, баласын аман алып қалу үшін келген. Аядай ғана пәтер жалдады. Бір бөлмелі ескі үй, қыста суық, жазда ыстық, терезеден жел ұрып тұрады, төбеден кейде су тамшылайды. Бірақ сол тар бөлме Арайлым үшін ең қымбат мекенге айналды. Өткенде ішінде анасы бар, ішінде үміті бар. Анасы таңнан кешке дейін Айбардың қасында отырады. Қарт қолымен баланың бетін сипап, Алла шипасын берсін құлыным деп дұға қылады. Сол дұға үйдің ең жылы көрпесі секілдеді. Арайлым күндіз түні жұмыс іздеп сабылды. Тапқаны ауыр еңбек, аз жалақы. Бірақ ол ешқашан шағымданбады. Ыстықта да, суықта да өмірдің сынағына көне берді. Қолы тоңса да жүрегі суымады. Өйткені әрбір қиындықтың артында баласының тынысы тұрды. Кей түндері пәтердің тар терезесіне қарап отырып, көз жасын іркіп қала алмайтын. Неге бәрі осылай болды деген сұрақ қайта оралады. Бірақ ол сұраққа жауап күтпейтін болды. Себебі оның жауаптан да маңызды міндеті бар еді. Ана болу. Қала оны жұтып қоймады. Керісінше шыңдады. Әр қиын күн Арайлымды мықты етті. Әр ауыр сәт жүрегіне сабыр ұялатты. Аядай пәтерде басталған бұл өмір байлықсыз, бірақ үмітке толы еді. Ал сол үміт Арайлымды ертеңге жетелеп, түннің қараңғылығын жарып тұрған жалғыз сәуле болды. Кішкентай Айбардың диагнозы ауыр еді, ДЦП. Дәрігерлер бұл сөзді салқындылықпен айтса да, ана жүрегі оны қанша рет естісе де қабылдай алмайтын. Бірақ Айбар сол ауыр диагнозға қарамастан өмірге құштар болатын. Оның өмірге деген махаббат үнсіз еді, бірақ тым терең. Кішкентай саусақтарымен анасының қолын қысып ұстағанда Арайлым бүкіл әлемді ұмытатын. Сол әлсіз қысымның өзінде мен сені жақсы көремін деген мың сөз бардай сезілетін. Айбар сөйлей алмаса да бәрін түсінетін. Анасының жүзіндегі мұңды да, қуанышты да көзқарасынан аңғаратын. Күн жексенбі болатын. Әдеттегіде Арайлым сол күні жұмысқа шықпады. Бар уақытын ұлына арнады. Таңнан кешке дейін Айбардың қасында болып, емін жасап, жаттығуын істетіп, шомылдырып, еркелетті. Үй үшін тыныштық пен әлсіз күлкіге толтырғысы келді. Кеш бата бәрі өзгерді. Айбардың денесі кенеттен дірілдеп, судырғы ұстап қалды. Кішкентай тәні қалшылдап, тынысы ауырлады. Арайлым не істерін білмей қалды. Баласының маңдайына қолын тигізгенде, ыстығы лапылдап тұрған сезді. Жүрегі кеудесінен шығып кетердей соқты. Жоқ балам, шыда деп сыбырлады ол көз жасын тия алмай. Жедел жәрдем тез жетті. Дәрігерлер баланы бірден зембілге салып ауруханаға алып кетті. Арайлым сол сәтте өз жүрегінде бірге алып бара жатқандай күш кешті әйтеуір. Көліктің ішіндегі сиренаның үні оның жанын тіліп өткендей болды. Ауруханада өткен минуттар сағаттай созылды. Ана үшін уақыт тоқтап қалғандай еді.
Сол түн Арайлымның өміріндегі ең ауыр түндердің бірі болды. Судорогының салдарынан Айбардың көру қабілеті күрт нашарлады. Бір сәттің ішінде екі көзді көрмей қалды. Дәрігердің бұл хабарды жай ғана жеткізген ана жүрегін одан әрі езіп жіберді. Арайлым баласының бетін қолымен сипап отырып, ішінен айғай салды. Неге, Алла? Бұдан артық қандай сынақ бар? Айбар болса, ештеңеден бейхабардай, анасының алақанын іздеп, саусақтарымен ұстап алды. Ол енді жарықты көрмесе де, анасының жылуын сезіп тұрды. Анаға бұдан асқан өкініш жоқ еді. Бұдан асқан ауырлық жоқ еді. Өз жүрегінің орнына баласының азабын көтеруге дайын еді. Бірақ тағдыр оған мұрша бермеді. Сол түні Арайлым алғаш рет шын мәнінде жылады. Үнсіз, дауысы шықпай, тек жүрегі ғана қан жылады. Ауруханадан шыққан соң тура бір ай өтті. Сол бір ай Арайлым үшін жалғыз өзі ұзақ уақыт болды. Айбар бұрындағыдай емес еді. Әлсіреген дене, сөніп бара жатқан тыныс. Бірақ ана жүрегі соңғы сәтке дейін үміттен бас тартпады. Балам тірі болса болды деп күнде Алладан тілеп отырды. Сол күні таң тыныш атты. Үйдің іші тып-тыныш болды. Әдеттегі әлсіз тыныс, кішкентай қозғалысты сезілмеді. Арайлым жүрегі секем алып, баласының жанына жүгірді. Айбардың денесі салқындап бара жатты. Кішкентай Айбар бұл өмірден үнсіз қоштасты. Бір сәтте әлем тоқтап қалғандай болды. Арайлым бұл хабарды қабылдай алмады. Ақыл есі қарсы тұрды. Жоқ, бұл мүмкін емес деп қайта сыбырлады. Құдды қорқынышты түс көріп жатқандай еді. Қазір оянып кетіп, бәрі бұрындағыдай болады деп сенгісі келді. Бірақ өкінішке орай бұл түс емес еді. Бұл жас ананың өңі еді. Арайлым жынданып кетуге шақ қалды. Кейде баласының атын атап, бос бөлмеге қарап сөйлеп отыратын болды. Қолын созып, Айбар, бері кел деп күбірлейтін. Сол сәттерде оның жанындағы тіршілік емес, күйеу бар еді. Үй суып кетті. Бұрын тар болса да жылы көрінетін пәтер енді мұздай секілді. Қабырғалар жақындап тынысын тарылтқандай. Терезеден түскен әлсіз жарықта көңілге жұбаныш бола алмады. Қараңғылық тек түнде ғана емес, күндізде орнады. Үйдің іші ғана емес, Арайлымның іші де түнекке айналды. Тамақтың дәмі жоғалды. Уақыттың мәні өшті. Таң мен кештің айырмасы қалмады. Анасы үнсіз дұға оқиды. Көз жасын көрсетпей бұрышта отырып жылап алады. Бірақ ананың да көз жасы бұл қайғыны жеңілдете алмады. Арайлым кей күндер оянып кетіп, құшағын бос ауаға қысып жататын. Қолына ештеңе ілінбейді. Сол сәтте жүрегі мың рет сынып түскендей болады. Бұл үйде енді бала күлкісі жоқ. Бұл үйде енді тек үнсіздік бар. Бұл үнсіздік ана жүрегінде ең ауыр айғай еді. Ал Арайлым үшін өмір дәл сол күні тоқтап қалғандай көрінді. Бірақ тыныс алып тұрған дене ғана қалған еді. Жанымен бірге кішкентай Айбар да кетіп қалғандай. Баласынан айырылған ана үшін өмір шынымен тоқтап қалғандай еді. Күндер өтсе де, уақыт алға жылжыса да, Арайлымның жүрегі сол бір қаралы күнде қатып қалған. Таң атып, кеш бататын ғана біледі. Ал тіршіліктің өзге мәні жоғалғандай. Жұма сайын ол кішкентай Айбардың басына барып тұратын. Қолына бір тал гүл, бір уыс сағыныш алып, зиратқа қарай үнсіз жол тартатын. Сол жерде ол баласымен сырласқандай ұзақ отыратын. Дауыстап сөйлемесе де іші толған сөздің бәрін сол топыраққа төгетін. Анашым келді. Балам, деп сыбырлайтын кейде. 2 жыл уақыт өтті, бірақ ана жүрегі сол зират маңын әлі де шарлап жүрді. Арайлым үшін Айбар сол жерде ғана емес, әр тынысында, әр көз жасында тірі еді. Бұл жолы да ол зират басынан баяу ғана шығып бара жатты. Аяғы ауыр, жүрегі одан да ауыр. Өксік тығылған, тынысын ашқысы келгендей кенет тоқтап қалды да, еңсесін көтере алмай ұзақ жылады. Көз жасын тыя алмады. Тыюға да тырысқан жоқ. Себебі бұл көз жас әлсіздік емес, ана махаббатының соңғы сынығы еді. Сол сәтте кенет арт жағынан бір дауыс шыққандай болды. Сабыр етіңіз. Ерте ме, кеш пе, бәріміздің барар жеріміз сол, деді әлдегім жұмсақ үнмен.
Бұл сөз жұбату үшін айтылған анық еді. Бірақ Арайлым үшін ол күтпеген соққыдай болды. Ол селк етіп, демі ішіне тартып қалды. Көзі сүртіп жалт қарады. Жүрегі дүрсілдеп, денесі дір етті. Құдды өткен қайғысы қайта тіріліп, дәл қасында тұрғандай сезінді. Сол сәтте ол өзін тірілер әлемде ме, әлде жан азабының арасында ма, ажырата алмай қалғандай еді. Ал қарсы алдында тұрған адам, Арайлым оны анық көре алмады. Бірақ сол бір жалғыз дауыс оның тыныш әлемін бұзып, жүрегіндегі жараны қайта қозғап жібергендей болды. Бұл кездесу жай ғана кездейсоқтық па, әлде тағдырдың жаңа бұрылысы ма? Арайлым ол кезде әлі білмеген еді. Бірақ дәл сол сәттен бастап оның өмірінде бір нәрсе өзгере бастағандай сезілді. Арайлым жалт қараған сәтте қарсы алдында тұрған ер адамды анық көрді. Орта жаста, жүзі сабырлы, бірақ көзінде терең мұң бар. Ол да бұл жерге кездейсоқ келмегені бірден сезілді. Бұл Темірлан еді. «Кешіріңіз, шошытып алдым ба?» деді ол дауысының бәсеңдетіп сақтап. «Мен жұбатқым келген еді». Арайлым үнсіз бас изеді, сөйлей алмады. Көзіндегі жас әлі кеппеген, жүрегі әлі де сол зиратта қалғандай. Темірлан тағы бір сәт үнсіз тұрды. Бұл үнсіздік екеуіне де таныс еді. Қайғы көрген адамдар кейде сөзсіз-ақ бір-бірін түсінеді. «Мен де», деді ол ақырын ғана, «осы маңға жиі келемін». Сәл кідіріп барып жалғастырды. «Жұбайым бірнеше жыл бұрын босану кезінде қайтыс болды». Бұл сөздер Арайлымның жүрегіне ауыр тисе де жат көрінбеді. Керісінше бұл мұң екінші мұңды танығандай болды. Ол алғаш рет өзін жалғыз сезінбеді. Темірланның жанарында да өшпеген өкініш тұрды. Ол да өткен арқалап жүргені жан екен анық еді. «Баламды ғана емес», деді ол күрсініп. «Жарымды да сол күні жоғалттым». Екі мұңлықтың өмірі тым ұқсас еді. Екеуі де бір сәтте бақыттан айырылып, тірі қалғандар үшін өмір сүруге мәжбүр болған жандар. Тағдыр екеуінде ең әлсіз тұсынан сынапты. Арайлым алғаш рет ішіндегі ауыр сезімді дауыстап айтқысы келгендей болды. Бірақ сөз таба алмады. Оның орнына көз жасы тағы сырғып түсті. Темірлан оны тоқтатпады. Себебі кейде жұбату, үнсіз қалу. «Уақыт бәрін емдейді дейді ол бір кезде. Бірақ мен оған сене алмай жүрмін». Арайлым да іштей келісіп тұрды. Оның жүрегінде де уақыт тек күндерді ауыстырып қана жүргендей еді. Зират маңын үнсіздік қайта басты. Бірақ бұл үнсіздік бұрындағыдай тұншықтырмайтын болды. Екі жаралы жан бір-бірінің қайғысын сезіп тұрғандай, бір сәтке болса да жеңіл дем алды. Бұл кездесу олардың өмірін бірден өзгертіп жібермесе де, жүректерінде әлсіз бір жылылық оятты. Екі мұңлықтың тағдыры тым ұқсас еді. Ал ұқсас жүректер кейде бірін-бірі сөзсіз табады екен. Темірлан Арайлымды алғаш көрген сәттен ақ жүрегінде бір түрлі діріл пайда болды. Құдды көз алдында бұрынғы жұбайы Камиланың бейнесі тұрғандай еді. Қара шашы иығына төгілген, аққұба жүзі келіншектің жүзі оның жүрегін езіп жіберді. Бұл ұқсастық кездейсоқ па, әлде тағдырдың әдейі дайындаған сынағы ма? Ол өзі де түсінбей қалды. Камиланы ол ешқашан ұмытқан емес. Босану кезінде жан тапсырып, оны жалғыздыққа тастап кеткен жары жүрегінде жазылмас із қалдырған. Ал Арайлым сол жараны қайта ашқандай болды. Бірақ бұл ауырсыну емес, сағыныш пен мұңның аралас сезімі еді. Алғашында олар жай ғана таныстарша сырласты, асыққан жоқ. Бір-бірінің қайғысына құрметпен қарады. Кейде ұзақ үнсіз отырып қалатын. Сол үнсіздік екеуіне де тыныштық сыйлайтын. Себебі екеуі де өмірден ең қымбат жандардан жоғалтқанын жақсы түсінетін. Уақыт өте келе әңгімелері жиілей түсті. Қарапайым сөздер, қысқа хабарламалар, кейде жай ғана қалайсың деген сұрақтың өзі үлкен мәнге ие болды. Бір-бірінің жүрегіндегі жараны емдемесе де, ауыртпалығын жеңілдетіп тұрғандай еді. Арада 1,5 жыл өтті. Сол уақыт ішінде екеуі де ішкі дүниесінде үлкен өзгерістер бастан кешті. Қайғы бұрындағыдай жанын қимайтын болды. Оның орнын үнсіз сағыныш пен сабыр басты. Екеуі бір-біріне тірек бола бастаған байқамай да қалды. Сөйтіп олар отбасын құрды.
Бұл шешім жеңіл қабылданған жоқ. Әр қадам оймен, әр сөз салмақпен айтылды. Бірақ екеуі де бір нәрсені анық білді. Бұл одақ ұмытудан емес, түсінуден туған еді. Арайлымның кәрі анасы бұл жаңалықты қатты қуанды. Ұлы Айбар қайтыс болғанда жалғыз қызы жынданып кете ме деп қатты қауіптенген еді. Түнде тығылып жылаған күндері, үнсіз қарап отыратын сәттері ана жүрегін тіліп өтетін. Енді міне, сол қорқыныштың орнына үміт келді. Қызым қайта тірілді деп іштей шүкір етті ол. Бұл үйде бұрындай күлкі болмаса да тыныштық бар еді. Ал тыныштық жаралы жүректер үшін ең үлкен ем. Темірлан мен Арайлымның тағдырын қайғы тоғыстырды. Ал енді сол тағдыр оларға сабыр мен сүйеніш сыйлағандай болды. Темірлан Арайлымды да, кәрі анасын да өз үйіне көшіріп алды. Бұл үй Арайлым үшін бұрындағыдай суық емес, жылы мекенге айналды. Қабырғалары кең, терезелерінен жарық мол түсетін бұл шаңырақта ең бастысы сенім бар еді. Анасы да бір тыныстап қалғандай болды. Қарт жүрек үшін баласының жаны тыныш болса, одан асқан бақыт жан жоқ қой. Темірланның ата-анасы ұлының екінші рет үйленгеніне шын қуанды. Бұрынғы мұңды күндер артта қалып, сөнген үміт қайта жанғандай болды. Ұлымыз жалғыз қалмасын деп тілеген тілектері қабыл болғаны шүкір етті. Өздері ауылда тұрса да, жас отбасына жиі келіп, барынша қолдау көрсетті. Кейде ауылдың сары майы мен қымызы, кейде ақ батасы, бәрі де мейірімнің белгісі еді. Үй үшін біртіндеп тіршілік қайта жандандыра бастады. Бірақ соңғы уақытта Арайлым өзін өзгеше сезінді. Тым шаршағыш, үнемі ұйқысы келе береді. Кейде жүрегі айнып басы айналады. Алғашында мұны өткерген өмірдің салдары шығар деп ойлады. Бірақ күмән көңіліне кіріп алған соң дәрігерге баруға бел буды. Дәрігердің жауабын естіген сәтте Арайлымның жүрегі дүрсілдеп кетті. Құлағына сенбей қайта сұрады. Бұл хабар жас келіншекті толқытып жіберді. Қуаныш пен қорқыныш қатар келді. Қолын ішіне қойып, көзінен жас ыршып шықты. Бұл жас қайғыдан емес, үміттен туған еді. Кабинеттен шыққан бойда кеуіне телефон шалды. Дауысы дірілдеп, сөзін әрең бастады. Темірлан, деді ол. Сөзінің жалғасын айтқанда, ар жағында бір сәт үнсіздік орнады. Сосын Темірланның дауысы өзгерді. Бұл жолы ол бұрындағыдан да жұмсақ, бұрындағында жылы еді. Ол бұл жаңалыққа шын риза болды. Қуанышын жасыра алмады. Аллаға шүкір, деді ол ғана. Сол сәтте екеуі де үнсіз қалды. Бірақ бұл үнсіздікте қорқыныш емес, болашаққа деген үміт бар еді. Өмір Арайлымға қатты соққылар жасағанмен, енді оған бір сәуле сыйлағандай болды. Жаңа тыныс, жаңа өмір. Ал бұл жолы ол сәби тағдырдың емес, мейірімнің қолында өссе екен деп тіледі ана жүрегі. Алланың құдіреті шексіз екен рас еді. 9 ай бойы жүрегін алақанына салып өткендей жүрген Арайлым ақыры егіз ұлын қолына алды. Сол сәтте уақыт та, өткеннің қасіреті де, көрген азабы да бәрі бір сәтке жоғалғандай болды. Ана үшін бұл тілмен айтып жеткізе алмас бақыт еді. Кішкентай екі сәби құшағында жатыр. Бірі-біріне ұқсас. Бірақ әрқайсысы бөлек ғажайып. Әлсіз жыластары бөлмені толтырып, Арайлымның жүрегін жарып жіберердей әсер қалдырды. Ол балалардың иісін ішіне тартып, маңдайларынан қайта-қайта сүйді. Қолдары дірілдеп, көздері жасаурап тұрды. Осы сәтте оның есіне Айбар түсті. Көз алдында сол кішкентай саусақтар, үнсіз жанар, анасының алақанын қысып ұстайтын әлсіз қысым елестеді. Жүрегі шым ете қалды. Бірақ бұл жолы ол мұңнан емес, шүкіршіліктен еді. «Уалла», деді ол ішінен, «Айбарымды алып орнына 2 ұл бердің». Арайлым жүрегін ашып, Аллаға ұзақ алғыс айтты. Бұрынғы көз жасы күйіктің көз жасы болса, бұл жолғысы қуаныштың, кешірімнің, сабырдың жасы еді. Жас сорғалап ақты. Бірақ ол жас жанын ауыртпады, керісінше жеңілдетті. Ол егіздеріне қарап отырып ішінен Айбарға тіл қатты. «Анашым, сенің орның бөлек, сен ешқашан ұмытылмайсың. Бірақ енді менің жүрегімде үміт те бар». Темірлан да бұл сәтте көз жасын жасыра алмады.
Ол да өткен еске алды. Камиланың бейнесі көз алдына келіп, сосын жаңа өмірдің нұрымен астасып кеткендей болды. Қайғы мен қуаныш бір жүректе тоғысты. Бұл балалар тек жалғастық емес, кешірімнің, сабырдың сыйы еді. Тағдырдың ауыр тарауын жапқан соң, Алланың мейірімен ашылғаны жаңа бет секілді. Арайлым сол сәтте бір нәрсені анық түсінді. Өмір кейде бәрін тартып алады, ал кейде орны одан да артық үміт береді. Егіз ұлдың әлсіз тынысы бөлмені толтырып тұрды. Ал ана жүрегінде шүкір мен махаббат қана бар еді. Әңгіменің соңы. Әңгіме ұнаған болса лайк басып пікір қалдыра кетсеңіздер.